ойын бізді қызықтырды. Бұл ойынға әр мектеп өз командасымен қатысты. Мен де өзімнің оқу жөніндегі орынбасарларыммен келіп, осы мектепті болашақта қалай дамытуға болады, сол жөнінде 9 аспекті бойынша біздер қазір жұмыс жасап отырмыз. Для того, чтобы управлять в реальном режиме, я думаю, сперва нужно научиться на симуляторе поработать, проработать все аспекты, потому что в реальной жизни иногда бывает мы не сможем охватить все аспекты, а в симуляторе охвачены все стороны работы.